Қазақ қызының жалпы субъекті екен, жеке тұлға екен және еркін екенін насихаттайтын, менің ойымша, мектеп деп айтатын болсаңыз, бұл жаңа образда. Және мұның барлығы екі дүние бар: сверху вниз или снизу вверх, inside out, outside in деп айтады. Бұл дегеніміз, мемлекеттік қоғамда өзгеріс қалай басталады? Мемлекет оны ойлап табады, билік, сосын қоғамға түсіре ма? Әлде қоғам өзі қорытып алып шығады да биліктен талап ете ме? Қай модельда бұл жақсырақ жұмыс істейді, сіздердің ойларыңызша? Қоғам талап еткен кезде ол логикалық тұрғыдан жүзеге асады да, әрі қарай жүйе солай қалыптасады. Себебі Қазақстан 2030-да, Қазақстан 2050-да, рухани жаңғыруда барлығы былай түсірілген дүние. Біз бірақ оны даже түсінген жоқпыз, ол не, рухани жаңғырдық па, қаңғырдық па, не оған ешкім түсінген жоқ, в принципе. Ең дұрыс демократиялы, вертикаль дұрыс елдерде қоғам пісіп жетіледі, қоғам талап етеді, менеджерлер орындайды. Өйткені басқаша мүмкіндік жоқ. Әйелдің еркіндігінде бұл қалай? Әйелдің еркін болуы және оның басқа салаларда көрініс табуы әйелдің өзінің ішкі түйсігінен басталады. Өзінің ішкі сенімінен басталады. Егер өте жеңіл түсіндірейін. Мен еркінмін, мен жаңағындаймын. Әйел еркіндігі, бірдеңе, феминизм, бірдеңе деп барып, бірақ сіз үйге барған кезде жұмысқа шығуға ынталы болмасаңыз, жұмысыңызда декретке шығып кетсем деп ойлап тұрсаңыз, я болмаса жұмысыңызды шала істеп жүрсеңіз, үйде тығылып жату сізге в принципе жақсы болса, күйеуіңізді алдыға шығарып қойып, сен ақша тап, мен жүре берейінші деп өзіңіз соған көніп жүрсеңіз, көнген емес, өзіңізге сол ұнаса, онда проблема нет, в принципе, проблема жоқ. Әйел егер өзін ішінен түсінсе, так, мен тұлғамын, мен мына жерге жұмысқа тұрдым ба, демек мен тек секретарь болу үшін келген жоқпын, бұл жерге хатшы болу үшін келген жоқпын. Мен топ-менеджер бола аламын, мен директор бола аламын. Маған оның, қой, мен әйел баласың ғой, қой, осылар істей берсін, мен бухгалтер болып отыра беремін деген. Бұл жаман деген сөз емес, бухгалтер, жалпы түйсікке, анау амбицияны мойындау деген сол. Мен бола аламын, мен бұның тізгінін ала аламын, мен мұны деңгейге жеткізе аламын, мен алтын белгі ала аламын, Браунға, Стэнфордқа, Колумбияға түсе аламын, әлемдік деңгейдегі стартап жасай аламын деген сияқты әйел баласында мойында сондай заттар болған кезде сіздің ешкім еркіндігіңізді қыса алмайды, ешкім сізге ештеңе айта алмайды. Біздің еркіндік біреудің қолында емес, соны түсінбеймін да мен. Саған біреу келіп, мынау сенің еркіндігің демейді. Ешкімге ешкім еркіндік бермейді. Құл болып туған адам құл болып қала береді. Миы құл болып тұрса, ол сарайға апарса да құл болып отырады. Өйткені оның миы құл да, адамның миында түсінік болу керек. Мен тұлғамын, мен кім боламын, мен космонавт боламын, мен білмеймін. Оның ішінде бала туып әйел боламын деген де бар. Мен оны тағы да айтамын, жоққа шығармаймын. Бірақ адамның амбициясы кең болу керек. Кең болу керек амбициясы. Қыздардың стеклянный потолок деген түсінік бар. Ер азамат жандарыңызда жүрген кез келгеннен сұраңыздаршы, ер азаматтардың потологын сұрап көріңіздер. Сосын өз потологтарыңызбен салыстырыңыздар. Бұл біздің мида. Сондықтан тағы да айтамын. Әйел еркіндігі ажда айтылмайды дегеннен гөрі, менің ішімдегі, менің еркіндігім қай жерде тоқтайды деп сұрақ қойыңызшы. Что я максимум могу себе позволить в своей голове? Ішіңізден, мен максимум кім бола аламын деп ойлаймын? Қандай потенциалымды сеземін, қай амбициямды мойындаймын? Осы кезде еркіндік басталады. Және оны сізге ешкім сыйлап бермейді. Оны өзіңіз сенім арқылы өзіңіз сезініп, өзіңіз игересіз. Рахмет.